Қайырлы күн баршаңызға достар. Сіздермен бүгін өте дәмді шайға печенье дайындайтын боламыз. Жасалу жолы да өте оңай әрі қарапайым рецепттерден тұрады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жанында қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен ең алдыменен бізге жұмыртқамыз қажет болады, 2 дана. Осы 2 дана жұмыртқамызды жарып алып, үстіне қантымызды салатын боламыз. Дәл осы жерде қажетті ингредиенттердің барлығын да мен астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Және де оның үстіне ванилин саламыз 1 пакет. Сұйық май құйып алыңыздар. Барлығын да жақсылап араластырып, үстіне 2 шай қасық мен сметана қолдандым. Барлығын да жақсылап араластырып аламыз. Үстіне шым-шым тұз салуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды, оның үстіне қамыр қопсытқышымызды салып алып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тағы да үстіне ұнымызды салып, осылай шанышқымыздың көмегімен, одан соң қолымыздың көмегімен өте жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей, менің қамырым өте жұмсақ. Сонымен қатар мен арасына салмасына Қазақстан шоколадын ертіп алдым, және де 3 ас қасық кокосовый стружка қолдандым. Барлығын жақсылап араластырып, қою масса жасап алатын боламыз. Кокос пен шоколад бір-бірімен үйлескенде өте ерекше дәм береді. Жасап көріңіздер. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, дәл осылай жұқалап жайып алатын боламыз. Енді жаңағы дайындап алған кокос пен шоколадымызды арасына дәл осылай видеодағыдай салып шықсаңыздар болады. Барлығында осылай салып болғаннан кейін қамырымыздың артық жерлерін алып тастаңыздар. Дәл видеодағыдай жасап алыңыздар. Енді кезекте қамырларымызды бір-біріне бекіте отырып, осындай форма дайындап аламыз. Жасалу жолы өте қарапайым әрі дәмді печеньенің бірі. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Қамырларымызды осылай бекітіп алғаннан кейін келесі бетіне аударып аламыз. Дәл осылай жасап шығыңыздар. Барлығында енді осы қамырларымызды бірдей формада етіп кессеңіздер болады. Дәл видеодағыдай кесіп алыңыздар. Мінекей, осы қамырларымызды енді табамызға орналастырып, пісіріп алатын боламыз. 200 градуста 15-20 минутта пісіп шығады. Шайға өте дәмді, жасап көріңіздер сіздерде. Сонымен қатар достар, мені YouTube каналыма тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Міне менің печеньеларым пісіп шықты. Жасап көріңіздер, дәл осы менің рецептіммен. Дәмі де ерекше болып шығады. Неке достар, сіздермен мөлдірдің асханасы парақшама тіркеліп, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Дәл осы рецептпен жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.